Арт спорт бағдарламасы бойынша тегін үйірмелер саны бірнеше есеге азаяды. Бүгін мәдени және спорт министрі Дәурен Абаев осылай деді. Бірнеше айдан бері жаттықтырушылар мен ата-аналардың бас ауруына айналған даулы бағдарлама талаптарына өзгерістер енгізілмек. Сонымен спорт секциялары мен шығармашылық үйірмелердің бағасы қайта қаралады. Яғни осыған дейін әр бала үшін мемлекет орта есеппен 20 мың теңге төлесе, келесі оқу жылы бұл қаржы қысқарады. Мемлекет қаржыландыратын тегін секцияларға балалар бір ғана өтініш беруге құқылы. Мәселен, бүлдіршіндерге бокс пен домбыраға екеуіне бірдей тегін қатысуға мүмкіндік болмайды. Сондай-ақ тізімдегі спорт түрлерінің саны 71-ден 30-ға дейін, ал шығармашылық үйірмелер 59-дан 30-ға дейін қысқарады. Алып тастайтын спорт түрлері де бар. Оны өздеріңізге біз кейін хабарлаймыз. Келесі, спорт түріне байланысты балалардың жаттығуға жіберілетін ең төменгі жасы бекітіледі. Көркем гимнастика 5 жастан, ал боксқа 12 жастан бастап баруға болады. Министрдің есебіне сүйенсек, бүгінде 495 мың бала тегін үйірмемен қамтылыпты. Бұл мақсатқа 32 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Балалар жыл соңына дейін үйірмелерге бару үшін әлі 97 миллиард теңге керек. Министр арт спорт бағдарламасындағы кемшіліктерді мойындады.